Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі пәні бойынша екінші дәріс өнімнің сапа көрсеткіштерінің жіктелуі. Және де осы дәріс бойынша екі сұрақ қарастырылады. Ол бірінші сұрақ сипатталатын қасиеттер санына қарай, екінші сұрақ өнімнің өзіне тән қасиеттеріне қарай. Сапа көрсеткіштері келесі түрлерге жіктеледі. Ол жеке, кешенді және негізгі интегралды болып бөлінеді. Өнім сапасы деңгейін бағалау кезінде қолданылатын негізгі қасиеттің құрамы мен құрылысын сипаттайтын көрсеткіштер жіктелуін айқындайды. Сапаны басқару мүмкіндігі көрсеткіштердің сандық мөлшерін анықтауды қажет етеді. Қоғамдық тамақтану өнімдерінің сапасын бағалау үшін келесідей көрсеткіштер жүйесі қолданылуы мүмкін. Сипатталатын қасиеттер санына қарай сапа көрсеткіштері жаңа жеке, кешенді, негізгі интегралды болып бөлінсе, өнім сапасын жеке көрсеткіштері бойынша қасиеттердің бірін сипаттайтын көрсеткіш, мысалы ылғалдылықтың жеке көрсеткіш дегеніміз бұл қасиеттердің бірін сипаттайтын, мысал тек қана ылғалдылық, болмаса процент мөлшері, нан өнімдерінің қышқылдығы градуспен, дәмі мен сыртқы түрі балмен деген сияқты. Жеке көрсеткіштер өнімнің бір жай қасиетін сипаттайтын, оның бірлігіне сонымен қатар бір текті өнімнің бірліктер жиынтығына жатуы мүмкін. Кешенді көрсеткіш дегеніміз не? Кешенді көрсеткіш бұл өнімнің бірнеше қасиетін сипаттайтын, немесе бірнеше жай қасиеттерінен тұратын күрделі қасиетін сипаттайтын көрсеткіш түрі. Мысалы, тағамның белгілі бір күйін сипаттайтын физика-химиялық, құрылымдық, механикалық және органолептикалық көрсеткіштер кешенін, тұтынуға жарамдылығын сипаттайтын аспаздық пісу көрсеткіш қоғамдық тамақтану жүйесінде қолданылады. Сонымен қатар ақуыз, май, көмірсу, минерал заттар яғни энергетик құндылығын сипаттайтын аспаздық өнімдердің қоғамдық құндылық көрсеткіші де кешенді болып табылады. Яғни жеке деген бір ғана қасиетті алатын болса, кешенді көрсеткіш осындай жеке көрсеткіштердің бірнеше түрі жатады. Мысалы, жаңағы тағамдық құндылығы десек, тағамдық құндылығына кешендіде жеке энергетикалық құндылығы, көмірсудың деңгейі деген сияқты солар жатады. Кешенді көрсеткішті келесі теңдеу арқылы есептеуге болады. Бұл теңдеуде формула берілген, формуланың яғни түрлік қасиетін сипаттайтын мән жазылу керек, бағаланатын өнімнің қасиетін сипаттайтын көрсеткіш салмақтың коэффициенті. Өнімнің сапасының негізгі көрсеткіші бұл сапаны бағалауға шешім қабылдайтын көрсеткіш. Мысалы, аспаздық өнімнің балмен есептелетін көрсеткіштер жиынтығын бағалау қажет. Әр көрсеткіш 5 балдық ішінде біреуіне ие бола алады. Өте жақсы 5, жақсы 4, қанағаттанарлық 3, нашар деген 2, ал қанағаттанарлықсыз ол 1 деген бағамен бағаланады. Сапаны бағалау кезінде әр көрсеткіш үшін салмақтылық коэффициенті маңыздылығы анықталады. Өнім сапа көрсеткіштерінің салмақтылық коэффициенті бұл өнімнің белгілеген сапа көрсеткішінің басқа көрсеткіштеріне маңыздылығының сандық сипаты. Салмақтылық көрсеткіші әлеуметтік және сараптамалық әдістер арқылы сонымен қатар берілген өнімнің сапасының көрсеткішін тұтыну, берілген өнім сапасының көрсеткішін оның тұтыну және өткізу тиімділігіне әсерін талдау арқылы анықталуы мүмкін. Маңыздылық коэффициентін анықтау кезінде сарапшылар әр тағам үшін қай сапа көрсеткіші маңыздырақ болып табылатынын айқындау ұстанымына жүгінеді. Мысалы, картоп езбесі сорпасы үшін бұл консистенция, сорпалар үшін тұнықтығы, нан тоқаш өнімдері үшін қабілеттілігі деген сияқты тағы сондай мысалдар келтіруге болады. Өнімнің негізгі сапа көрсеткішін былай табады. Әр көрсеткішті балмен бағалап, алынған орташа көрсеткіштер салмақты коэффициентіне көбейтіп, алынған мәндерді қосындысына есептейді. Егер торттың сапасын бағалау туралы шешімді басқа да қасиеттерін
құндылығы сақталуына байланысты ескере отырып қабылдаса, онда бұл қасиеттерді кестеге салмақтық сәйкес коэффициентімен енгізеді. Қоғамдық тамақтану жүйесінде тамақтану сараптау туралы ережеге саяспаздық өнімдердің сапасын бағалау үшін салмақтық коэффициентін ескермейтіні 5 балдық жүйе қолданылады. Анықтайтын көрсеткіш кешенді және жеке болуы да мүмкін. Егер анықтайтын көрсеткіш кешенді болса, онда оны жинақталған деп атайды. Қоғамдық тамақтану жағдайында жинақталған көрсеткіш ретінде тағамдық құндылықты алуға болады. Өнім сапасының интегралды көрсеткіші өнімді тұтынғаннан алынған пайдалы әсер қосындыларының өнімнің жасалуы мен пайдалануына немесе тұтынуға кеткен шығын қосындыларына қатынасы арқылы анықталады. Қоғамдық тамақтану өнімдері үшін осындай көрсеткіштің мысалы ретінде амин қышқылды үлесі, интегралдық үлес сияқты көрсеткіштерді келтіруге болады. Бұл көрсеткіштер қандай да бір өнімдер, жартылай өнімдер сияқты амин қышқылды құрамының немесе химиялық құрамының сәйкесінше көрсеткішінің теңгерімді тамақтану, мысалы күріш жармасы ақуыз бойынша теңгерімді тамақтану формасына 7%-ға, ал мәлім ірі балық 78% жауап береді. Формуласына пайыздық сәйкестігін білдіреді. Сапаны анықтауыш көрсеткіштер негізіндегі торттардың сапасын бағалау. Сапа көрсеткіштері салмақтық коэффициент бағаның орташа нәтижесі, дәмі, хош иісі, баға түрінде беру, құрылымы консистенциясына баға түрінде, түсі мен сыртқы түріне, пішініне анықтайтын толық жалпы бағын өсіп, жоғарыда айтқан көрсеткіштер бойынша бағалайды. Сапа көрсеткіші белгілену тәсілі бойынша натуралдық бірліктер түрінде килограмм, метрлер, балдар өлшемсіз. Құндылық бірлікте көрсеткіш сапасын деңгейін бағалау бойынша мынадай түрлерге бөлінеді. Базалық, салыстырмалы, нақтылық, шектік. Сапа көрсеткішінің базалық мәні сапасын салыстырмалы бағалау кезінде негізі ретінде қабылданған мән. Базалық мән ретінде теориялық немесе тәжірибелік әдістермен табылған перспективті үлгілердің ерте немесе жобаланған көрсеткіштеріне жеткен сапа көрсеткіштерінің мәні өнім талаптарында белгіленген мемлекеттік стандарттар, техникалық шарттар, рецептуралар жинағы, сапасымен жайлы сенімді мәліметтері бар ең жақсы отандық және шетелдік көрсеткіштердің мәнін айтуға болады. Бағаланатын өнімнің сапа көрсеткішінің мәні осы көрсеткіштің базалық мәніне қатынасын есептегенде салыстырмалы мәнді алады. Бұл мәнмен өнім сапасының көрсеткішінің нақты мәнін базалық мәнмен салыстырып қолданғаннан қолайлы. Сонымен қатар сапа деңгейін осы салыстырмалы мәндердің функцияларымен анықтайтын болады. Сапа көрсеткішінің нақтылы мәні өнім сапасы көрсеткішінің реттемеленген мәні болып табылады. Бұл мәннен рұқсат етілген ауытқу табылады. Нақтылы мән нормативтік құжаттарда келтіріледі. Қоғамдық тамақтануда қолданылады. Мысалы, ұзақ тілімді жартылай өнімдердің тілімдерінің салмағы граммен түгелдей келтірілген. Олардың пішіні салмағы мен пішіні бойынша ауытқу пайызы көп емес. Мысалы, азу 25%-ға, қорған тағам, бефстроған палау әр болмада 15%-ға. Сапа көрсеткішінің шекті мәні бұл нормативтік құжатта келтірілген және өнім сапасын бақылаудан қолданатын ең үлкен және ең кіші реттемеленген мән. Шекті мәндер максималды және минималды болуы мүмкін. Мысалы, сүйек сорпасына майдың максималды шекті мәні 1%-дан көп емес, ал картоп бұғақ заттардың минималды мөлшері 23%-дан кем емес болу керек. Бұл техникалық шарттар бойынша әрине. Анықтау сатысы бойынша болжамды, жобалық, өндірістік, пайдалану көрсеткіштеріне бөлінеді. Өнімнің өзіне тән қасиеттері бойынша көрсеткіштердің келесі топтары қолданылады.
тағайындалу, эргономикалық, экономикалық, сенімділік, эстетикалық, технологиялық, тасымалдауға қолайлығы, сәйкестендіру, патенттік құқықтық, стандарттау, экологиялық қауіпсіздік деген сияқты түрлерге бөлуге болады. Әр көрсеткішке жеке-жеке тоқталайық. Тағайындау көрсеткіштер анықтаушы негізгі функцияларды орындауға тағайындалған және оның қолдану аймағын белгілейтін өнім сапасын сипаттайды. Тағайындау көрсеткіштер тобына өнімнің құрылымы мен құрамының топшалары жатқызылады. Өнім құрамы ақуыздар, майлар, көмірсулар және тағы басқалары мөлшері жатады. Бірінші кезекте өнімнің тағамдық құндылығын сипаттайды. Оның биологиялық және энергетикалық құндылығын көрсетеді. Қоғамдық тамақтану өнімдеріне күші бар және жаңадан жасалынып жатқан нормативтік құжаттарда өндіріліп жатқан өнімнің құрамы көрсетіледі. Кейбір жағдайларда майдың, тұздың, құрғақ заттың мөлшерлері де нормаланады. Өнім құрылымын сипаттайтын көрсеткіштерге сапасының органолептикалық көрсеткіші, сандық көрсетілмейтін нақтылы әдістермен анықталатын консистенциясы, қатты, жұмсақ, балғындық және тағы басқа сияқты жатқызылады. Және тағайындалған әдіске тағы да өнімнің қаптамада қорапта көрсетілген атауы, яғни о баста ол өнім ойлап табылатын кезде қандай тағайындалған қасиеттер көрсеткіштер бар, солар өзгертусіз мүлтіксіз қалатын көрсеткіштерді, қасиеттерді атаймыз. Соның ішінде оның атауы өзгермейді, құрамы өзгермейді, ингредиенттері өзгермейді, құрамасы деген сияқты нәрселер жатады. Массасы да осы тағайындалған көрсеткішке жатады. Келесі ол экономикалық қасиеті. Экономикалық көрсеткіштер өнімді жасауға, дайындауға, сақтау, өткізуге кеткен шығындар түрінде көрсетіледі. Экономикалық көрсеткіштер көмегімен өнімнің технологиялығы, сәйкестік деңгейі, қоғамдық тамақтану өнімдері үшін өте маңызды көрсеткіш бағаланады. Сенімділік көрсеткіш нормативтік құжаттарда көрсетілетін және тағам өнімдерінің кепілдік сақтау мерзімін талап ететін, оларды өткізу мен сақтау шарттарына тәуелді тамақ өнімдерінің сақталу сипаттарын көрсетеді. Стандартталмаған өнім үшін сапаның сақталымдылығы денсаулық сақтау министрлігінің бекіткен санитарлық ережелер мен нормаларымен регламенттеледі. Яғни нормативтік құжаттардағы көрсетілген талаптарға сәйкес келіп, ол тұтынушылық қауіпсіздік пен сапалы екенін сенімділік жағдайын көрсету, жаңағы өнімнің маркировкасында көрсетілетін таңбалар арқылы біз ол өнімнің халал емес, ГМО-сыз, ГМО-мен, болмаса консервантсыз екенін, болмаса қандай да бір штрих-кодының бар болу арқылы оның жалған емес, бұрмаланбаған екенін, олардың ISO мемлекеттік стандарт, кеден одағының техникалық регламенттерінің белгілері тұру арқылы біз оның сондай нормативтік құжаттар арқылы сапасы мен қауіпсіздігі дұрыс екеніне сенімділік ата аламыз. Осы сенімділік көрсеткішке сол жатады. Келесі ол эргономикалық көрсеткіштер. Өнімге қойылатын гигиеналық, физиологиялық, технологиялық және психологиялық талаптарды сипаттайды. Яғни эргономикаға осы төрт аспект жатады. Гигиена дегеніміз не? Гигиеналық дегеніміз ол таза деген мағынада қолданылады. Таза неден таза? Таза зиянды заттардан, зиянды факторлардан. Гигиеналық жағынан өнім зиянсыз болу керек. Онда ауыр металдардың, микотоксиндердің, канцерогендердің, консервілердің, майларда салған азық-түлік өнімдерді жиі кездесетін канцерогендер. Сондай-ақ микроағзалардың жалпылама ластануын, мысалы ішек таяқшалар тобының бактериялар, кагулозды ыдырататын стафилококктар, протеитекті бактериялар, сальмонелла-текті бактериялар болмауы, мөлшері регламенттелуі керек. Келесі ол физиологиялық көрсеткіш. Өнімнің адамдың тағамдық заттар мен энергияға физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкестігін анықтаған кезде қолданылады. Яғни кез келген тағам өнімінің физиологиялық адамның қажеттіліктерін толық өтеу керек. Яғни көмірсу бір тәулікте қажеттілігі бар, витаминге бір тәулікте қажеттілігі бар, минерал заттарға, майларға, ақуызға деген сияқты осындай адамның, кез келген ересек адамның, әйел адамның, жасөспірімнің, баланың, сәбидің әрқайсысының өзінің тәуліктік қажеттілігі бар. Сол қажеттілігін сол өнім қанағаттандыра ала ма?
қоғамдық тамақтану өнімдерінің сапасын бағалау өлшемі ретінде физиологиялық көрсеткіштер сирек қолданылады. Олар көбінесе ең дәмдік және емдік тағамдар үшін өнім сапасын бағалау кезінде кеңінен қолданылады. Мысалы, функционалдық өнімдер. Келесі көрсеткіш ол психологиялық көрсеткіш. Психологиялық көрсеткіштері өнімнің адамның психологиялық ерекшеліктеріне сәйкестігін анықтау кезінде пайдаланылады. Мысалы, әр адамның өзінің талғамы болады. Ол жаңағы бір отбасыда 5 адам болса, 5 адамнан біреуінің талғамы бөлек. Яғни бесеуінікі 5 түрлі болуы мүмкін. Біреу жуаны жақсы көреді, біреу сәбіз жақсы көрмейді деген сияқты. Жеке дара осындай талғам бар болуы мүмкін. Ұлтқа байланысты. Мысалы, қазақ ұлты тек қана ет өнімін жақсы көреді, етсіз өмір сүре алмайды. Жапон, Қытай, Азия елдерінің көбісінде ащы тамақ жақсы көреді деген сияқты. Сондай ұлтқа байланысты жастың ерекшеліктеріне қарай адамның талғамдары болады. Одан кейін эстетикалық көрсеткіштер. Эстетикалық көрсеткіштер өнімнің айқындығын, түпнұсқалығын және үйлесімділігін сипаттайды. Сыртқы түріне, пішініне, түсіне, мөлдірлігіне, лайлығына деген талаптар қоғамдық тамақтану өнімдерінің жеке түрлері үшін нормативтік құжаттарда, мемлекеттік стандарттарда, техникалық шарттар мен рецептураларда жинақтарында келтірілген. Технологиялық көрсеткіш, келесі көрсеткішіміз. Технологиялық көрсеткіш өнімді өңдеудегі еңбек сыйымдылығын, материалдық қажетсінуін, энергия жұмсалуын сипаттайды. Қоғамдық тамақтану өнімдерін өндірудің технологиялығы шикізат құрамы мен құрылымына, рецептурасы мен технологиясына, қолданатын қондырғыларға, аспаздық өңдеу әдістерімен тәртібіне және басқа да факторларға тәуелді. Тасымалдауға қолайлылық көрсеткіштер өнімдерді көлікпен тасымалдау, стандартты контейнерлерді қолдану мүмкіндігін сипаттайды. Стандарттау мен сәйкес көрсеткіштер стандартталған өнімдер дайындау дәрежесін сипаттайды. Яғни стандарт дегеніміз жаңағы қандай да бір стандартқа сәйкес сертификаты болуы. Одан кейін патенттік құқықтық көрсеткіш өнімнің жаңалығын, патенттік тазалығы және сәйкесінше осы жаңалықты патенттер мен лицензиямен ресімделуін патенттік қорғау сипаттайды. Табиғи тағамдық өнімдер патенттелмейді, ал қоғамдық тамақтану өнімдері олардың жеке атаулары қорғалуы мүмкін. Экологиялық көрсеткіштер өнімді дайындау, онымен жұмыс істеу және де пайдалану кезінде ортаға тасталынған зиянды тастандыларды сипаттайды. Келесі қауіпсіздік көрсеткіштері өнімді өндіру кезінде қызмет көрсетуші қызметкерді жарақат алудан қорғауды сипаттайды. Яғни бұл тұтынушының қауіпсіздігі емес, қызметкердің өнім өндіру барысында қандай да бір терісіне, денесіне жарақат алуына, тыныс алуына кері әсер болатын болмайтынын анықтау. Тағамдық өнімдерге стандарттар ереже бойынша мынадай көрсеткіштерден тұрады. Ол тағайындауда өнім құрамы, сенімділік, технология жаңаларды айттым, шына эргономика. Енді қорытындылай келе өнім сапасын деңгейін бағалау кезінде қолданылатын негізгі қасиетінің құрамы мен құрылысын сипаттайтын көрсеткіштер жіктелуін айқындайды. Тағамдық өнімдерге стандарттар ереже бойынша мынадай көрсеткіштер жатады. Ол тағамдық, сенімділік, технологиялық, эстетика және ішінара эргономикалық. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Жақсы сау болыңыздар.